Баршаңызға сәлем. Менің есімім Қуат Әділет. Және де бұл Қазақстан тарихының екінші сыреш жұмысы. Егер мен дауысым біртүрлі шығып тұрса кешірім сұраймын, мен кішкене тамағым ауырып тұр. Жалғастыра кетейік. Бүгін мен сіздерге қазақ әдебиетінің ең маңызды туындыларының бірі Ғабит Мүсіреповтің ұлпан шығармасы арқылы 19 ғасырдағы қазақ әдебиетіне саяхатқа шақырамын. Бұл тек бір романның талдауы емес, ол арқылы біз 20 ғасырдағы әдебиет дамуының тарихи шығарманың рөлін, қазақ халқының жазушыларының мұрасын танимыз. Бүгінгі баяндауда мен тек сюжет айтып қана қоймаймын, мен өз сезіммен бөлсем, әсеріммен айтамын, үзінділер оқимын, түсінгенім, ашқан жаңалығым, ресми талдау бәрі бір видеода болады. Соңында бұл кітапты неге ұсынар едім және нені үйреткенін айта кетемін. Біріншіден баста кетейік, шығарма қандай тарихи дәуір туралы. Ұлпан 19 ғасырдағы екінші жартысындағы қазақ қоғамын суреттейді. Бұл кезең үлкен өзгеріс уақыты. Рулық билік жүйе бар, салт дәстүр қатаң, патша орталығы күшейіп, әйелдің орны шектетілуі көрінеді бұл ғасырда. Бірақ дәл осы кезеңде ел ішінде тұлға болатын әйел пайда болады. Автор тарихи фактіні романға айналдырып, қазақ ауылындағы тіршілікті жанды бейнелейді. Біз сол дәуірді көзбен көрмесек те, кітапты оқығанда бейнені көргендей боламыз. Мен үшін ең маңыздысы бұл роман қазақ тарихының ресми парағы емес, оның жүрекпен жазылған нұсқасы. Негізгі идеямен көтерілген мәселелер. Шығарманың түп мақсаты ол әйелдің билікке де, халыққа да сөзін өткізе алатынын көрсету. Ұлпан ол нәзік жан емес, ол мықты, жыламайтын әйел емес, жыласа да сынып қалмайтын әйел. Мүсірепов бірнеше үлкен мәселені көтерді. Біріншісі ол әлбетте әйел теңдігі мәселесі. Қазақ қоғамында қыз баланың еркі шектеулі. Бірақ Ұлпан бұл шеңберді бұзады. Ол ел басқарған, дау шешкен, әділдікті сақтаған. Екінші мәселе бұл билік пен адамдық арасындағы қайшылық. Есеней бай, мықты, бірақ жүрегі шаршаған. Ұлпан жас, дана, елге қамқор. Екеуінің одағы махаббат емес, ел тағдыры үшін жасалған шешім. Үшінші мәселе бұл ұлттың рухани тірегі, ана. Мен романды бітіргенде бір ой қалды. Қазақты ұстаған ерлер емес, ол әйелдер. Яғни үйлестірген ол ананың иірімі. Басты кейіпкерлер және образдар талдау. Ұлпан тұлға, ана, билеуші. Ұлпан тек әдемі қыз емес, ол көшбасшы, туғанынан зерек, ойы терең, шешен, елдік дауда сөз өтеді, әділетсіздікке қарсы тұрады. Ұлпан билікке ұмтылған адам, бірақ тағдыр оған билікті өз әкелген. Есеней билік иесі, бірақ жалғыз адам. Есеней жас кезінде адуын, кейін қартайды. Ұлпанмен үйленуі нәпсі үшін емес, жүректің соңғы тірегі. Ұлпан Есенейді қайта тірілткендей әсер берді. Кенжеғұл тәрбиенің негізін берген адам. Ұлпанның ақылын қалыптастырған осы адам. Сабырлы дана қызын құрбан етуге емес, қадірлеуге үйреткен. Бұл тұлғалар арқылы автор қазақ отбасының ата-ана рөлін, дәстүр мен адам тартысын көрсетеді. Роман оқырманды ойландырады. Билік кімнің қолында? Ер ма, әйел, әлде әйел ме?
әлде ақидасы мықты жүрек пе? Ә, келесі пунктке өтіп кетейік. Келесі пунктке көшейік. Салт дәстүр, рәсімдер сипаттамасы. Романда қазақтың мәдени коды толық тұр. Мен байқаған негізгі дәстүрлер ол құда түсу, қыз ұзату, әмеңгерлік, және қайтыс болған ердің әйелін туысқа беру, ас беру, жер дауы, билер кеңесі, туысаралық бітім жасау, мал дауы, ру арасындағы бедел, сөз қадірі, әйел тағдырының қоғамға тәуелділігі. Мені әсіресе таңғалдырған нәрсе бұл әр дәстүрдің өз әділдік жүйесі бар. Біз бүгін кейбіріне келіспесек те ол кезде тәртіп солай болған. Кітаптан алған жаңа таным. Мен бұл романды бітіргенде өзім үшін үш үлкен жаңалық аштым. Әйелді тарих көбінесе үнсіз қалдырған, бірақ әйел тарихтың негізгі іргесі. Қазақ билігі тек батырлармен емес, сөзбен, ақылмен жүрген. Және де үшіншісі ол тарихты сезінудің ең жақсы жолы көркем шығарма. Маған кітап еркін ойлау, дана болу, сабыр сақтаудың өлмес құнын үйретті. Мен сіздерге қазір маған ұнаған үзінділерді мәнерлеп оқып берейін. Бірінші үзінді. Ұлпан сөйлегенде дауыс емес, тағдыр сөйлейтін. Екінші үзінді. Адамды мықты қылатын қылыш емес, жүрекке сақталған әділдік. Үшіншісі. Қыз сырға емес, болашақ. Болашақты құрласаң, өз ұрпағыңды жоғалтасың. Және де мен сіздерге кітапты оқу кезіндегі сезімдерімді айтып кетейін. Алғашқы беттерде қызығушылық, кейін реніш, ашу пайда болды менде. Әйел тағдырына жаным ашыды. Соңына қарай менде мақтаныш пайда болды ұлпанға деген. Мен ұлпанмен бірге күрестім десе де болады. Неге достарыма ұсынар едім? Мен бұл кітапты ұсынар едім, өйткені ол құрғақ ақпарат емес, тірі тарих десе болады. Яғни көркем шығарма, иә. Қазақ әйелінің шын бейнесін көрсетеді, адамдарды ойландырады, шынықтырады, ұлттық мәдениет пен салтты сездіріп оқытады. Және де автор туралы айта кетейік. Ғабит Мүсірепов қазақ әдебиетінің алып тұлғасы, халық жазушысы, драматург, мемлекет қайраткері. Ең бастысы ол ұлттың жанын сөзбен сөйлеген адам. Ұлпан оның адамдық тарихи сезімге негізделген ең көркем туындыларының бірі. Ол әйел тағдырын биік деңгейде көрсете алды. Қорытындылай кете, ұлпан мен үшін кітап емес, сабақ болды. Бұл шығарма маған әйел әлсіз емес, сөз биліктен күшті, тарих жай оқиға емес, жүрекпен сезілетін дүние екенін үйретті. Әдебиет халықтың жүрегі, жүрек соққан жерде өмір бар, және де өмір бар жерде рух бар. Осымен менің бүгінгі баяндауым аяқталды. Баршаларыңызға, назарларыңызға рахмет.